Бай әйел мен қарт. Бір бай әйелге ұшақта кедей қарттың қасында отырып саяхаттайтын орын бұйырыпты. Бай әйел ол орынға отырар-отырмастан стюардессаны шақырып, оған дереу орнын ауыстырғысы келетінін айтты. «Кешіріңіз, ханым, біздің барлық орындарымызға тапсырыс берілген, бос орын жоқ», деп түсіндіріпті даяшы қыз. «Бірдеңе жаса, мен мұндай әрі кедей, әрі қарт адаммен бірге отырғым келмейді», деп бай әйел қаттырақ дауыс көтеріп наразылық білдірді. «Жарайды, мен капитанмен ақылдасып келейін. Сіз 1 минут күте тұрыңыз», дейді даяшы. Кедей қарттың қасында отырғысы келмейтін бір шарқая әйел пайда болды. «Не істесем болады?» деп капитаннан ақыл сұрады. Капитан бір сәтке ойланды да өз жоспарын даяшының құлағына сыбырлады. Стюардесса залға қуана оралды. Әлгі екеуінің жанына келіп: «Ұшақ капитаны сізді бизнес сыныптағы жалғыз бос орынға отыруға шақырады. Сондай-ақ осындай қорқынышты адаммен қатар отырып саяхаттауға мәжбүр еткеніне кешірім сұрайды», дегенде бай әйел күлімсіреп орнынан тұра бергенде стюардесса: «Құрметтім, мен бұл сөзді сізге айтқан едім, маған еріңіз», деп қарт адамды шынтағынан көтерді. Ұшақтағы жолаушылар түгелдей қуана қол шапалақтады. Амантай Тойшыбайұлы. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.